Қайырлы күн, құрметті Атыраудың әуесқой балықшылары. Біздер жарысқа қызу дайындықты бастап кеттік. Санаулы күндерден кейін Жайық Fish Fest 2026 атты жарысымызды бастайтын боламыз. Көпшілік сұрап жатады, жалпы, сіздің жарыстарыңыз бір жарысына ұқсамайды деп. Өйткені айтайын, біздер баяғыдан бері жарысты жасап келе жатырық жылдар бойы. Бірақ жылдар бойы опыт жиналған, біздер қазір сапаға мән бере бастадық. Сапаға өте қатты мән бердік. Бұл жолы сіздерге мынау жеңімпаздардың приздарымен таныстырып өтейін. Бірінші орынға біздер арнайы мынандай диплом және мынандай медаль жасаттық. Жайық Fish Fest 2026 атты балық аулау жарысы деп арнайы тапсырыспен, логотиппен жасатып, осыны балықшыларға табыстайтын боламыз. Одан бөлек мынау күміс өте әдемі, мынау күмісте мынау барлық жағында да мысалы Қазақстанның ою көне дәуіріндегі ою өрнектері. Одан бөлек бронза, бронза. Қараңыздар, өте әдемі, өте керемет. Жақсы медаль. Тағы да біздер арм рестлинг ұйымдастырып жатырық командалар арасында. Оларға да медаль дайындап қойдық. Міне арнайы логотиппен, міне оларға да берілетін жаңағы командалар арасындағы медальдары бар және сыйлықтары бар. Одан бөлек жігіттер, біздер айттық қой, сапа тек қана сапаға мән берді деп. Жылдар бойы беріп жүрік, бірақ мына кубок енді бұл ерекше. Бірінші орынға беріледі мына кубок. Мынау үлкен метровый кубок. Мынау екінші орынға, мынау үшінші орынға арнайы жазумен жаздырттық бұны. Осыны сыйлайтын боламыз. Одан бөлек жігіттер, бірінші орынға 300 мың теңге, екінші орынға 200 мың теңге, үшінші орынға 100 мың теңге. Сыйақымыз бар. Одан бөлек жігіттер, потолок Қазақстанда болмаған мынау, міне, пояс. Яғни бірінші орын команда мынандай пояс алатын болады, мынандай пояс. Арнайы логотиппен жасаттық, өте ауыр. Міне қараңыз, керемет. Бірінші орынға мынандай пояс алады және кубок алады, медаль тағады, диплом және сый-сияпат 300 мың теңгесін алатын болады. Міне, биылға өте кереметтей дайындалдық, және де мынандай ящиктер бар. Бұл енді біздің Атырауда жоқ ящик, мына ішіне балықты прямо сала бересіздер. Мына жерде спиннинг қадайтыны бар, мына жерде өте керемет. Мынандай ящик енді біздің Атыраудың рыбаловының ешқайсысында жоқ деп айтам. Бұны да арнайы тапсырыспен алдық. Жалпы сыйлықтар өте көп, бізде өте көп. Оның бәрі енді мына жерге сыймайды, бәрі қоймада тұр. Және де тағы айтып өтейін, биыл балықшылардың арасында, командалар арасында қой көтеру болады. Қай команда ұтады, сол қойын алып кетеді. Екінші, арм рестлинг. Оған арнайы медальдар бар және қымбат сый-сияпаттар дайындап қойдық. Үшінші, арқан тартыс болады. Командалар арасында арқан тартысады командалар. Олар да жаңағы сый-сияпаттарын алатын болады. Жалпы енді биыл өте үлкен деңгейде жасайын деп жатырық. Бұйыртса Алла қаласа, міне жалпы сіздерге таныстырып өтірік. Біздер жылдар бойы жиналған опыт, бірақ біздер сапаға мән бере бастадық. Баяғыда жарыстардың түрін жасадық. Яғни спиннинг, катушка бере саламыз. Жоқ, олай емес жігіттер. Балықшылардың деңгейін, яғни биік деңгейге көтеріп, осындай бір кереметтей жарыс ұйымдастыратын боламыз. Бұл тек қана уровень. Қазақстанда болмаған жарысты бұйыртса иншалла жасайтын боламыз. Ал қатысушы командаларға тек қана сәттілік тіледім. Ассаламу алейкум.